Қайырлы күн, құрметті достар. Бізде жаңа рубрика Read Talks, ату құрамындағы жастар РБК мүшелерінің кездесу, және де бүгінгі біздің рубрикамыздың ең алғашқы қонағы университетіміздің беделді де белді студенттерінің бірі, активист, атудың үздік студенті, сонымен бірге Қазақстанның үздік студенті Сламбек Әбдімәжітпен ең алғашқы шығарылымды бастайтын боламыз. Мәжит, жалпы бүгінгі интервьюімізге қош келдің. Рахмет, сәлем достар. Жақсы, Мәжит. Рубрикамызды бастамас бұрын, жалпы интервьюімізді бастамас бұрын саған бір кішігірім сұрақтар қойып өткім келеді. Жалпы негізі өмірінде не жаңалық, не істеп жатсың, қандай өзгерістер, қандай прогресс бар? Соңғы кездерде өмірімде жаңалықтар шынымды айтайын өте көп. Негізінен соңғы жаңалықтарына келетін болсам, соңғы Алматы ТВ арнасында IQ Алматы жобасына қатысушы болдым, және де Алланың қалауымен және де жастардың арқасында Қазақстан Республикасының жоғары оқу орнының ең үздік студенті атандым. Соңғы жаңалықтарым осы. Жақсы, құтты болсын Мәжит. Бағана айтып өткендей, сен саяси мәселелерден, жалпы әлемде болып жатқан ахуалдардың барлығына хабарың бар. Енді бәрімізге белгілі, 2020 жыл ешкімге оңай соқпады. Адамдар үшін болсын, мемлекет үшін болсын, бизнес үшін болсын, кез келген нәрсе үшін ауыр болды. Оның негізгі себебін өзің де білесің, пандемия. Енді жалпы осыған байланысты не ойлайсың, жалпы осы жылға байланысты сенде қандай мәселелер, немесе әлемде қандай мәселелер отыр? Осы жыл біз үшін өте қиын жыл болды. Барлық адам осы жылда тезсіз бітіп кетсін деп тілеп жатыр. Әрине ол жылдың ең басты жаңалығы пандемия болды, бірақ пандемиядан басқа мені мына жағдай өте қатты ойландырды. Ол Таулы Қарабақтағы соғыс, Армения мен Әзербайжанның ортасындағы. Не үшін бұл жағдай? Неге сіздер ойлауларыңыз мүмкін? Неге сайлау емес Америкадағы, неге басқа да жағдайлар емес? Себебі Әзербайжан өзінің 90-шы жылдардағы беріп алған жерін қайтарып жатыр. Және де осыған байланысты біздің ел болашағы жастардың ортасында да сондай таңсық пікір тарап бара жатыр. Ол қандай? Ол біздің кезінде Ресейде кетіп қалған жеріміз, Омск, Оренбург деген жерлер, және де Өзбекстанда кетіп қалған жерлеріміз, және де басқа Қытайға кетіп қалған жерлерімізді бізде де қайтару керек деген өкінішке орай Қазақстан азаматтарының, әсіресе жастардың арасында сондай пікірлер қалыптасып жатыр. Бірақ мен бұл пікірмен мүлдем келіспеймін. Бұл біріншіден фанатизм деп есептеймін, яғни ұлттық фанатизм. Бұл екіншіден бізге ешқандай пайдасы жоқ. Біріншіден біз болашақта дамимыз десек, іргетасы мықты қаланған ел қалыптастырамыз десек, бірінші кезекте біз жерге алаңдамауымыз керек. Біз адамның санасына, адамның біліміне, өзіміздің азаматтарымыз соған ғана алаңдауымыз керек. 21 ғасырдағы мемлекетті ең басты нығайтатын дүние ол баяғы замандағы территория емес. Ол адами капитал. Кезінде мемлекеттер не үшін соғысты? Бірінші және екінші дүниежүзілік соғыста. Ол территория үшін соғысты. Ал қазір болып жатқан үшінші дүниежүзілік соғыста және глобалды процестерде не маңызды? Ол адамның интеллектуалы маңызды, адами капитал маңызды. Қай ұлттың жері көп болады, сол дамиды емес, қай ұлттың білімі мықты болады, азаматтарының денсаулығы мықты болады, сол мемлекеттер ғана мықты дамитын болады. Жалпы осы жағдай мені өте үлкен 20-шы жылы ойландырды. Жалпы біздің даму курсымызда нақтылап қойып алу керек. Мен туылғалы бері қазақ, мен туылғалы бері мұсылманмын. Сәйкесінше бір нәрсе соңғы уақытта маған ауырлық салып жатыр ойыма. Осы сұраққа сен жауап беріп өтсең. Франция, Макрон. Түсіндің ба да? Қалай ойлайсың жалпы осы мәселеге байланысты? Менің ойым бойынша, жалпы ол ислам әлемдегі сенушілер саны бойынша екінші орындағы дін, 1,5 миллиард адам сенеді. Және де осы Макрон білдей бір Францияның президенті. Әлемде бір өзінің абыройы бар, ықпалы бар. Енді сол абыройы бар, ықпалы бар, өте үлкен тарихы бар мемлекетке өзінің президенті ретінде соны сай ұстай білу керек еді Макронға. Бұл жерде шыны керек, Макрон қателесті. Макрон былайша айтқанда ойланбай сөйлей салды. Бізде қазақта мынандай сөз бар ғой, ойланбай сөйлеген ауырмай өледі деген сияқты. Сондай жағдайға ұшырауы мүмкін, және де Макрон келсем бір агностиктерді немесе бір синтаистерді жамандаған жоқ. Ол кішігірім діндерді, ол үлкен бір исламның дінін былайша қаралап отыр. Оған жалпы Макронның позициясына мен келіспеймін жағынан. Жалпы негізі соған байланысты мен ойлайтын едім, расымен ол байқалмай айтып қалды немесе бір жерден қателесті де. Бірақ дегенмен де Макронның әйелі ол да таза мұсылмандарға байланысты өзінің айтқан болатын. Яғни мұсылмандардың әйелдерін көрген кезде балалар қорқады деген сияқты. Олар қоғам үшін қауіпті, қоғам үшін де, яғни олардың киім киісіне жалпы негізгі дәстүрлеріне байланысты бізге қарсы шығып жатыр да. Мен мынандай ой келеді да маған. Мен ойлаймын, мысалы мұсылман сақалап жүрсе, ол террорист. Еврей сақалап жүрсе, ол еврей кәдімгі. Егер де
мұсылман қыз хиджаб киетін болса, ол апасы террорист. Ал егер де католиктағы монашка дейді ма, қалай дейді, олар егер де қап-қара киінетін болса, олар обычно. Просто стереотиптер түсініксіз де. Мен мынандай факт қосып өткім келеді өзімде байланысты. Жалпы негізгі болып жатқан әлемдегі террористік актілердің тек қана 7% мұсылмандарға тиесілі. Ал қалған 93% католиктер, повстандықтар, қалай айтсақ болады, діні жоқ адамдар, жалпы соларға тиесілі. Енді жалпы негізгі осындай нелерге қарап отырасында, факты ол өзімен сөйлейді. Ал бірақ адамдардың ойы басқаша, бізге деген жалпы. Енді осыған байланысты исламофобия деген өте үлкен фобия қалыптасқан болды. Жалпы қоғамда емес, бүкіл әлемде бар ондай фобия. Яғни бұл қандай мақсатта жасалған деген исламофобия деген. Жалпы иә, бағанағы сөзіңізге келісетін болсам, иә, ондай нәрсені орысша двойные стандарты дейді. Яғни бір адамға солай істейтін болса, ол адамға қаралайды, екінші адам тура солай істейтін болса, оны ақтайды былайша айтқанда. Иә, неге бұл себебі, бұл исламофобияның қалыптасу себебі бұл ақпараттық соғыс деп санаймын өзім. Яғни ол ислам әлемін орысша айтқанда травля, улау деген сияқты. Ол баяғы заманнан келіп жатқан дүние, Осман империясынан келіп жатқан дүние. Сол яғни тарихқа зер салатын болсақ, жалпы Осман империясында бүкіл халық тұрған, түріктер тұрды, күрттер тұрды, арабтар тұрды, африкандықтар тұрды. Оларды біріктірген не болды? Біріктірген ислам діні болды. Тиісінше ағылшынның спецслужба дейді, осы арнайы қызметкерлері шпион ретінде бар, ол исламны бірлігін бұзуға тырысты, және Осман империясы ыдырап кетті соны тиісінше. Сол нәрсенің қазір екінші толқынын көрудеміз. Тиісінше таяу шығыс бәріміз білеміз, таяу шығыста бәріміз ойлаймыз, только арабтар ғана өмір сүреді. Ол жерде арабтар ғана өмір сүреді. Арабтар өмір сүреді, түріктер өмір сүреді, ирандықтар өмір сүреді. Олардың да барлығын басын біріктірген именно осы ислам діні болатын. Және де осы ойлаймын, ислам дінінің бірлігін бұзу үшін, және де басқа да ақпараттық оларды дезинформация жасау үшін өте көптеген дүниелер болып жатыр. Сосын екінші себеп осы ойлайтын себебі ол таяу шығыстардағы соғыс. Таяу шығыстардағы соғыс бұл не болып жатыр? Көбінесе мұсылмандар соғысып жатыр, дұрыс па? Және бүкіл әлемнің ақпаратының көздері BBC болсын, өте үлкен CNN болсын, бүкіл осы Сириядағы соғыс, Ливиядағы соғысты назарға алып жатыр. Тиісінше осыған байланысты Африкадағы тура болып жатқан сондай қырғын, Латын Америкасындағы сондай қырғын, Азияда болып жатқан сондай дүниелер, террористік шабуылдар назардан тыс қалып жатыр, әлемнің назарынан тыс. Егер де бүкіл әлемнің ақпараттық назары таяу шығыстан басқа жаққа алатын болса, сол жақтың адамдарын террорист деп есептейтін еді. Мысалы Латын Америкасындағы көптеген қазір мысалы Колумбиядағы, тиісінше Перудағы, мысалы Мексикадағы наркосоғысқа ақпарат көздері назар аударатын болса, тиісінше соларды террорист деп есептейтін еді. Бұл жердегі басты себепші бұл тиісінше негізінен ақпарат көздері деп есептейді. Жалпы немістің бір Геббельс деген кісі айтқан, егер де бір халықты тобырға айналдырғың келсе, оның ақпарат көздерін өзіңе бақылауда ұстады екен. Мәжит бағана өзіміз айтып өткендей, 2020 жылы жалпы біраз сюрприздарға толы болды. Орман өрті болды. Үшінші соғыс басталайын деді. Пандемия бар оған қоса. Жалпы мемлекеттер арасында қырғыздар көп болып жатыр. Россияның өзінің ішінде азаматтық соғыс, Әзербайжанда, Қырғызстанда болып жатыр, мысалы Қазақстанның ішінде де болып жатыр. Өте ұсақ нелер, бірақ енді болып жатыр сонда да. 2020 жылы жалпы негізі біраз естеліктермен толды да. Саған сұрақ, соңғы рет қашан киноға бардың? Соңғы рет киноға барғаным ол ақпан айының соңында. Ақпан айының соңында, иә. Жалпы енді осыған саған бір сұрақ қойғым келіп отыр, жалпы тақырған себебім осы. Жалпы негізі кино деген ол бизнес қой, жалпы айтқанда кинотеатрлар болсын, театрлар болсын, кез келген қоғам қызмет ететін ұйымдардың барлығы олар бизнес, ақша табу мақсатында жұмыс жасайды. Жалпы енді соңғы жағдайларға байланысты жалпы бизнес не болып жатыр? Қазақстандағы бизнес не болып жатыр? Пандемиядағы бизнес Қазақстан қандай көмек беріп жатыр? Шыны керек, бұл пандемия Қазақстандағы бизнеске өте үлкен өзінің шығынын келтірді. Мысалы, кеше ғана осы Алматының қоғамдық тамақтану орнының иелері митингке шықты. Бұл деген таңғаларлық жағдай Қазақстанның бизнес үшін, дұрыс па? Митингке шығу бизнес үшін. Әрине бұл шыны керек. Мысалы, Америка Құрама Штаттарында бизнесті көмек беру үшін, оңтайландыру үшін мысалы $2 триллион қаржы бөлді. Бірақ Қазақстанда өкінішке орай ондай дүние болып жатқан жоқ. Білмеймін, мемлекет ақшасын қиғысы келмей ме, әлде осы оборотты ұстап тұрғысы келмей ме, қазір бизнесте болып жатқан. Өкінішке орай сондай жағдай болып жатыр. Бірақ менің айтарым, шыны керек бизнесмендердің өзінен де бар деп есептеймін. Неге? Себебі шыны керек Қазақстанда бизнестер көбісі қайталанып келеді. Бірінен кейін бірі
мысалы Алматыдан қарайтын болсақ, көбісі кафе, көбісі базар, көбісі дүкен ашады деген сияқты, немесе бір жеміс жидек сататын, бір әлемге жаңалық алып келетін, әлемге болмаса да осы тәуелсіз мемлекеттік достастығына бір жаңалық алып келетін, бір жаңа формат, жаңа сауда стилін ойлап тауып жатқан шыны керек бір бизнесмен жоқ негізі Қазақстанда. Бар осы бір ұсақ шығар, бірақ көбісі ондай дүниені амалға асырып жатқан жоқ. Неге мысалы оригинальный нағыз түпнұсқа бизнестер көбінесе Еуропадан, Америкадан шығады. Бірақ неге біз Қазақстан сол 20-шы ғасырдағы стильде қалып кеткенбіз? Алып сату деген сияқты. Және де бұл жердегі екінші проблема Қазақстандағы көбіс бизнестің көбінесе қызмет көрсету саласына бағытталғандығы. Жаңағы айтып отқан кинотеатр көбісі айтып отқан бағана қоғамдық тамақтану, мысалы киім сату, базар деген сияқты бізге осы динозаврлық орыстар айтады архаистичный дейді ғой, ондай. Осындай дүниеден баяғы арылу керек. Бізге көбінесе бірінші кезекте жаңа формат қалыптастыру керек. Екіншіден бізге базардан шығу керек, шыны керек. Базарда шығып, есігін құлттап кету керек. Біз өзімізге өндіріс деген дүниенің кілтін ашуымыз керек. Қазақстан ол өндіруші державаға айналу керек. Тым болмаса осы Орта Азияда, тым болмаса осы Евразиядағы, әлемге болмаса да. Себебі бізде жеріміз бай, жеріміздің үсті бай, сондықтан оны өзіміз қолдануымыз керек. Өзіміз қолдану үшін ол бізде мемлекетте өндіріс орындарын ашу керек деп есептеймін. Сонда біз пандемияға оңай қарсы тұра аламыз. Пандемияның бізге беретін әсер аздау болады. Себебі ол өндірілетін зат адамға әрқашан керек. Мынандай сұрақ, жалғастыра береміз мынандай дүние. Жалпы негізі көп көреміз де, Инстаграмда болсын, жалпы негізі рекламалар көп береді. Сақ маркетингтен білесің бе? Қуаныш Шонбайдың маркетингті үйрететін өзінің университеті бар. Жалпы негізі қазір сондай онлайн тренинг өтетін, немесе сабақ өтетін, яғни маркетологтар дайындайтын әңгіме ашқанда. Қалай ойлайсыз осыған байланысты? Бұл жерде негізінен мынандай сөз бар, бизнестің өзгермейтін экономиканың аксиомасы. Сұраныс болса, ұсыныс болады. Қазір ондай дүниеге сұраныс көп. Көп адам Инстаграмда отырып ақша тапқысы келеді, үйде отырып ақша тапқысы келеді. Көрмейсің бір өндіріс ашамын деп жүрген адамды да өкінішке орай аз. Көбісі бір жеңіл дүние тапқысы келе ма, сондай дүние сияқты. Негізінен ол Қуаныш Шонбай, Ахметбек Нұрсилада шын керек ол кінә аз. Себебі олар халықтың сұрағанын беріп жатыр жаңағы. Бұл жерде халықтың санасы болып тұр да, өкінішке орай. Мысалы, өкінішке орай соның бәрі шыны керек фейк та. Сол адамның 99% сол дүниені бір 2 аптадан кейін тастап кетеді. Тым болмаса 1 жылдан кейін тастап кетеді. Инстаграмда қазір 3-тің бірінің аккаунтына кіретін болсаң, SMM-шік, копирайтер, таргетинг деп тұрады, бірақ страницасында ондай дүниенің ешқайсысы жоқ, өкінішке орай. Оның бәрі шын керек ол фейк дүние да. Бір соны алып кетіп жатқан, соны бір танымал болып жатқан адам аз. Сондықтан ол туралы көзқарасым, жалпы ұйымдастырушылар туралы көзқарасым мен олар өзінің креативін қолданып жатыр деген сияқты, ал соларды тұтынушылар тарапынан көзқарасым өкінішке орай ол емес. Жақсы, Мәжит бүгін интервьюімізде өзінің мәресіне, өзінің соңына жетіп қалған екен. Жалпы келіп сұхбат берген өте үлкен рахмет. Енді көріп отырған, тыңдап отырған жандар үшін өзінің соңғы сөзіңді айтсаң. Сізге де рахмет. Жалпы соңғы сөзімді айтар болсам, мынандай нәрсені сіздерге айтқым келеді. Кез келген нәрсе адамның өзінен басталады, жеке өзінен. Мысалы, көп адам өміріндегі дүниелерге, айналасындағы дүниелерге ол шағым жасайды. Мысалы, неге экология таза емес дейді, бірақ өзі қоқысты қалаған жеріне тастап кетеді. Неге ауа таза емес дейді, өзі экологиялық таза транспорт түрін қолданбайды. Яғни ол адам, ол микро әлем, кішкентай әлем. Яғни 7 миллиард кішкентай әлем өзін дұрыстаудан бастаса, мынау 7 миллиард қамтитын жер шары деген макро әлем барынша дұрыстала түсетін еді. Жалпы әр адам сондықтан өзінен бастау керек, өзін дұрыстау керек, білім алу керек, денсаулығын сақтау керек, сонда ғана біздің әлеміміз тұрақты дамуға қол жеткізе алады.